Сәлем достар, құрметті мен көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ассорти рецептімен бөліскелі тұрмын. Бұл рецептпен бірнеше жыл банка жабамын. Ешқандай атылу болған емес. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін қиярларымызды жақсылап жуып 2-3 сағатқа суға салып қоямыз. 2-3 сағаттан кейін қиярды тағы бір қайтара жуып, 2 ұшын кесіп алып тастаймыз. Ащы бұрыш, сарымсақ, тәтті бұрыш, қырыққабатты алдын ала жуып, турап дайындап қойдым. 2-3 танадан аскөк қолшатырын жуып, банкаларымызға салып аламыз. Аскөк қолшатырын салмас бұрын жақсылап жуылған банкаларымызды 9% уксуспен, яғни сірке суымен стерильдеп аламыз. Енді осы банкаларымызға 2-3 танадан әр банкаға қарақат жапырағынан салып шығамыз. Сарымсағымыздан да 2-3 танадан саламыз. Егер сіздер сарымсақты жақсы көрсеңіздер, 4-5 танадан салып шықсаңыздар болады. Егер сіздерде шие жапырақтары болса, шие жапырақтарынан да 2-3 танадан салып шықсаңыздар болады. Банкаларымызға шие жапырағы салынбағандықтан мен лавр жапырағынан да 2-3 танадан әр банкаға салып шықтым. Хош иісті қара бұрыштан міндетті түрде 2-3 танадан саламыз. Қара бұрыштан 8-10 танадан салып шықсаңыздар болады. Құрметті мен көрермендерім, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде жүктелген видеомды ең бірінші болып көретін боласыздар. Сіздерге мен әрдайым оңай, тез жасалатын рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Енді қиярларымызды банкамызға тігінен қатар-қатар арасына бос орын қалдырмай саламыз. Ащы бұрыштан бір дананың жарты бөлігін салдым. Енді үстіңгі бөлігіне тәтті балға бұрышы мен қырыққабатты салып шығасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қызанақпен де араластырып салсаңыздар болады. Бұл жерде менде үйде қызанақ болмағандықтан қияр, қырыққабат және тәтті болгар бұрышымен жасадым. Банкамыздың жоғарғы бөлігінде аздап орын қалғандықтан мен қиярды турап салып шықтым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Банкаларымыз осындай әдемі болып шықты. Енді осының үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, қақпағын жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін суымызды төгіп тастаймыз. Ол суды екінші қайтара біз қолданбаймыз. Жаңадан су қайнатып құйылады. Суымызды төгіп алғаннан кейін әр банкамызға жарты шай қасықтан қыша дәндерінен салып шығамыз. Яғни семена горчицы. Бұл семена горчицы өте ерекше дәм беріп тұрады. 2 литр банкамызға 2 ас қасық толтырылмай тұз салып шығамыз. Қантымыздан кей жерде шекер деп айтылып жатады, 3 ас қасық толағып салып шығасыздар. Қанттың тұздан көбірек салынғаны дәмін тәтті қып өзгертіп жібермейді. Өйткені бұл жерде сірке суы, яғни уксус қосылып тұр. Қантты көбірек салған дұрыс болады. 70% сірке суына 1 шай қасықтан құямыз. Қайнап тұрған суымызды құйып, үстінен 1 дана аспириннан қосамыз. Банкаларымызды банка жапқыш құрылғымен жауып, тексеріп, аздап ерсілі-қарсылы жатқызып жүргіземіз. Қантымыз бен аспириніміз еру үшін. Достар, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін осы видеоны әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Төменде комментарий бөлімінде егер де осы видео ұнаған болса, пікірлеріңізді де қалдыра кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз бен лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Осымен біздің қысқа дайындаған ассортиіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.